Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздермен бүгін predicting answers деген тақырып болады. Яғни IELTS listening'да біздер кейде болжап білуіміз керек. Кейбір жауаптарды, кейбір емес жалпы көп деген жаттығуларда IELTS listening'да примерно болжап отыра алуымыз керек. Оны мысалы болжаудың бірден бір жолы мен айтар едім сіздерге осындай prepositionстар арқылы. Мысалы he would like to meet at, in, on немесе ештеңе болмауы мүмкін, бірақ осы кез келген төртеуінің біреуін болуы мүмкін, иә, осы жерде. Және де мына жақта сөз тастап кетеді, осыны толықтыр деп. Біз осы at-қа қарап, in-ға қарап, on-ға қарап біз не жазуымызға болатынын примерно білуіміз керек. Мысалы кейбір time жазсақ болады, немесе place жазсақ болады. Осының барлығын сіздерге тоқталайық. Мысалы at preposition, яғни at деген шылауда біз примерно уақыт жаза аламыз. Мысалы бір күн жаза аламыз, part of the day, afternoon, жаңағыдай afternoon деген сияқты, бір part of the evening, morning деген сияқты заттарды жаза аламыз. Одан кейін part of the week, мысалы аптаның мысалы жұмыс күні, working days немесе the weekend деген сияқты заттарды айта аламыз. At the weekend деп айта алмаймыз ешқашан. The мен weekend прям at the weekend болып всегда қатып қалған фразалар болып жатады. Place, сосын аптаның бір бөлігін жаза аламыз, одан кейін place жаза аламыз, яғни station. Мысалы timeға 6 p.m. деп жазсақ болады, at 6 p.m. немесе part of the day, at afternoon, at noon деген сияқты. At the weekend, міне осы мысалдармен берілген өте прям қатты керек нәрсе, жазып алыңыздар міндетті түрде. In деген кезде біз period of time, in 2 days, in 2 hours, in 10 minutes. Одан кейін in month, мысалы monthsты жаза аламыз, in February деп та, осыны жаза аламыз. Одан кейін year жаза аламыз, in 2015, немесе 2015, осы жылды жаза алады екенбіз. Одан кейін season, яғни сезон жаза аламыз, in summer деп. Одан кейін on деп біз Monday, яғни күнді жаза аламыз, on Monday. Сосын date жаза аламыз, мысалы on 15th April немесе on April 15th деп, 15 апрель деген сияқты нақты күнімен жаза аламыз. Прям өте қатты керек зат, маған өте қатты көмектескен зат осы. Прям жазып алыңыздар міндетті түрде. Одан кейін ештеңе жоқ болатын болса, ешқандай осы үш шылаудың ешқайсысы болмайтын болса, мына аяқта, онда now, at once, tomorrow, next year, this afternoon деген сияқты заттарды қолдана алады екенбіз. Осымен бітті оқушылар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Барлығын жазып алып жаттығу жасаңыздар, өте көп.